Дәл қазір осы чизкейктің рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Шынымды айтсам, өте оңай. 6 жасар қыз баланың өзі дайындап шығады тура осы чизкейкті. Бір аса қатты қымбат, андай необычный заттардың керек жоқ. Тура өзіміздің андай күнделікті өмірде қолданып жүрген заттармен бірге тура осындай чизкейк жасайтын боламыз. Мына жақта өздеріңіз көріп тұрсыздар, вот рецепт. Осыны скриндап алсаңыздар болады. Уже скриндап магазинге барып алып келіп дайындап қойсаңыздар болады. Ал біз кеттік, бастаймыз. Ванилин, сахарная пудра, 700 теңге шықты бізде. Так, ең алдымен бізге, ребятушки мои, любимчики мои, дорогуши мои, хорошенькие мои, бізге 280 грамм печенье керек. Печенье самый обычный, самый арзан печенье, потому что бұл печеньені көбінесе ешкім жемейді, просто былай чизкейктің астында тұрады, это вообще не важно, поэтому любое печенье ала берсеңдер болады. Так, 280 грамм дейді. Искай, мынандай печенье, это же печенье детства, ребятушки, вот рахатовские жаным. Осы печеньені алып, жақсылап ұнтақтаймыз. Менде, к сожалению, не жоқ, блендер жоқ, поэтому бүйтіп қолмен ұнтақтай саламыз. И почти 10 минут өтті, мынаның барлығын, короче, бүйтіп қолмен ездім, потому что менде блендер жоқ. Так, келесі очередь, келесі кезекте бізге не керек? Бізге сары май керек. Сары май 120 грамм. Сары май, осы сары майды қазір микроволновкаға жылытып, мына жаңа печеньенің ішіне құям. Так, вот, былай майды ертіп алып келеміз дағаны. Бүйтіп, ал қостым, бісміллә деп, енді осын жақсылап араластырамыз. Қолмен араластыра берейінші, бүйтіп. Ай, май ыстық, айбай. Қатты уайымдап тұрмын, бәйнеше өте қатты уайымдап тұрмын. Так, менде мынандай формочка дайын, мынандай формочканың астына мынандай не қойып қойдым, мынандай пергаментный бумага қойып қойдым. Енді все, енді бастаймыз, болды, бастаймыз деп бағанадан бері айтып жатырмын. Все, енді точно бастаймыз. В общем, мынаны алдық қоям. Осыны енді бүйтіп астына бүйтіп төсейміз, короче. Получается, ребятушки, получается. Смотрите, осындай менде бортик шығып жатыр. Все, мінекей бортик дайын. Ішіндегі жаңағы печеньені өйстіп қатырып жақ қойдым жан жақтарына, и астына енді мына печеньені холодильникқа жарты сағатқа қалдыра тұрамыз. Так, енді самый главный основасын жасаймыз. Так, бізге не керек? Бізге сыр Филадельфия керек. Сыр Филадельфия дегенді өмірімде бірінші рет ұстап тұрмын. Жоқ, енді Филадельфия дегенді жегем, енді суши жеген, Филадельфия деген аты. Бізге 400 грамм керек. Как раз мына ішінде, мынаның ішінде 400 грамм. Вот мына жаққа жібереміз. Ооо, не деген әдемі. Енді осының ішіне, сыр Филадельфияның ішіне біз сахарная пудра қосамыз. 150 грамм. Так, мінекей 150 грамм сахарная пудра қостым. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Жаңа рецептте айтты, ешқандай миксер қолданбай қойыңыздар деді. Мынаның осындай венчиктің өзімен де нормально типа не қылады дегесін, араласады деген соң, негізі араласпайтын сияқты. Мақыл, короче, миксермен ақ істей берейінші. Келесі кезекте біздің қосатымыз осындай сметана, вот как раз рецепті 200 грамм деген, менде как раз 200 граммдық осындай сметана тауып алдым. Неғұрлым сметана майлы болса, енді сол ғұрлым, короче, нелерім чизкейк, в общем, дәмді болып шығады. Қойшыққа жіберемін мына жаққа. Өйстіп жақсылап араластырамыз енді кезекте. Келесі кезекте бізге келетін сливки, ребятушки. Так, 150 миллилитр сливки. Сливки тоже негізі жирный алсаңдар өте жақсы болады, в общем. Ойбай. Это ужас. Айттым, нам бәрін араластырып болдық. Енді бізге 2 жұмыртқа керек. Албы білесіңдер ма? Жұмыртқаны вообще не үшін қосатынын десертке. Знаете почему? Жұмыртқаны қосады, потому что жұмыртқа осындай десерттің ішінде, десерттің құрамында бұл жұмыртқа типа клей сияқты қатып тұру үшін, жаңағыдай бір-бірлеріне жабысып тұру үшін, үстіп десерттің ішіне адамдар жұмыртқа қосады. Жұмыртқа қосады осылай десерттің ішіне. Вообще кайф болады. Мәссаған, какая красота, девочки.
Келесі кезекте біздің қосатынымыз крахмал. Мына кукурузный крахмал. Ни в коем случае картофельный алып қоймаңдар, только мынандай кукурузный алыңдар. Негізі кукурузный крахмалды не үшін қосатынын негізі білмеймін. Әйтеуір қоса берсеңдерші болды ғой. Неке, ойбай. Міне крахмал үстіп қостық. Келесі кезекте біздің қосатынымыз лимон. Лимонның суын қосамыз, еще лимонның сыртын қосамыз. Представляете? Дағаны бүйтіп лимонның сыртын қосу керек, короче, обязательно тоже. Үстіп болғаннан кейін бүйтіп тоже араластырып қоямыз. Так, енді келесі кезекте осы лимонның суын қосамыз енді. Лимон қышқылы. Чуть-чуть міне. И міне. Все. Вообще кайф. Ванилин. Чизкейкті енді все духовкаға салайын деп жатырмыз, бірақ салмас бұрын бізге обязательно водяная баня істеу керек. Мен де бұндай нәрсені бірінші рет істеп тұрмын, бұрын соны істеп көрмегем. Так, пісімледі. Кстати, наны біз кеше сатып алғанмен наны 7 теңгеге. Пісімледі, водяная баняны ең астына. Ойбай. Кіргіздім амақыра. Жаңағы чизкейктің астындағы бортигі бізде холодильникте. Так, холодильникте міне уже мұздапты, мұздай болып тұр прям. Ал енді пісімлі деп осы бортиктің ішіне жаңағы біздің тестомызды жібереміз. Бір жерде солай шеттерін бәрін алып ше. Жақындап жүрер. Вау! Вот это красота, девочки, смотрите, мәссаған. Енді әйтеуір көтеріліп әдемі болып піссе екен енді ше. А так бәрі идеально тестосы бәрі. Енді бүйтіп араластырамыз, короче. О, дейміз да, ана. Дейміз. Жаға кетіп ала салайық. Мына араласыватыр, көріп тұрсыңдар ма? Мына араласыватыр, көріп тұрсыңдар ма? Мына жаққа сияма бүйтсе? Сияды. Еміз кетті. Все, давай, встретимся через час. Микроволновка деп, духовка. И 180 градусқа. Все, енді бір сағаттан енді кездесеміз, ребятушки. Поэтому пока. Так, достар, в общем, біздің чизкейк, яғни жезкейк, все дайын, короче. Мен енді сәндеуге кірістім. Енді сәндегенде мына қараңыздар, менің қосқаным банан, и одан кейін черешня. В общем, короче, үйлеріңізде не бар, соның барлығын алып қоса бересіздер. Еще мен үйден мынандай өзім мед тауып алдым, яғни бал. Менде бал ішінде анандай жаңғақ бар. Енді осыны бүйтіп аламыздағыны тоже сәндейміз, вообще тоже кайф болады, ребятушки, қараңыздаршы. Мәссаған. Ана жақта менің мобилограф қызымның, короче, аузынан уже сілекей ағыватыр, әні, жердің бәрі көл болыватыр, жегісі келіватыр. Просто сіздер менің қасымда емессіздер, но сіздер тура осылай өздеріңіздің жаңағыдай үйлеріңізде қайталасаңыздар болады. Рецепт барлығын енді қалдырып кетемін жаңағыдай. Неде описанияда обязательно қайталаңыздар. Мынау менің жаңағыдай инстаграм парақшам. Дәл осыны қайталап өздеріңіздің жаңағыдай инстаграмдарыңызға салып мені отмечать етсеңіздер, мен сіздерді өзімнің жаңағыдай сторисіма алып кететін боламын, достар. Неке. Енді кесіп көрейін, жаңағыдай ортасынан көрсетем. Бір істеп қап істесе. Енді кесем, қара. Енді кесем. Қош жүріңдер. Сіздерге рецепт ұнаған болса, обязательно менің каналыма подписаться етіңіздер, және де лайк басыңыздар.